Sәлеметсіздер ме достар? Бүгінгі сабағымызда біз жоғары немесе күрделі функцияларды көреміз. Күрделі функциялар дегеніміз не? Мына жерде қысқаша оның анықтамасы берілген. Не дейді? Параметр ретінде бір немесе бірнеше функцияларды қолдансақ, сонда күрделі функция болады. Нәтиже ретінде функцияны қайтару болған кезде күрделі функция болады екен. Яғни Python'da мысалы кейде деген функцияны деген біз деген құрастырған кезімізде басқа функцияларды да қолдану керек болады. Кейде өзіміздің шығарған функциямызды қолдануымыз керек болады. Яғни соларға біз былайынша айтқан кезімізде күрделі функциялар немесе жоғары ретті функциялар, яғни қабатты функциялар деп айтсақ болады. Бұлар негізі деген қазақ тілі кітаптарында ондай көп жоқ екен. Соның үшін бұлардың аттарын мен өзімше қазір қойып жатырмын. Жоғары ретті функциялар, күрделі функциялар, қабатты, яғни бірнеше қабатты функциялар деп өзіңіз атасаңыз болады. Бірақ ағылшын тілінде интернеттен қарайтын болсаңыздар, бұлардың атына higher order functions деп кетеді. Біз бір деген функцияны құрастырған кезімізде ол көбінесе қалай болады? Def біздің функциямыздың аты беріледі, дұрыс емес пе? Бұл жерде мысалы біз 5-ке көбейт дегендей бір немесе қос 5 дегендей бір функция деген құрастырайық. Бұл деген x-тен тұрсын. Және бұның ішінде бұл функциямыз нені берсін бізге? Return. Bunu мен алдыңғы сабақта түсіндіріп кеткен едім. Return бізге қандай керек болатынын x тең x қосу 5 болсын. Яғни 5 қосады, әр ретінде үстіне 5 қосады. Бұл жерде функциямыздың атына 5 қос деп қойсақ та болады. 5 қос деп қойсақ болады. Бұл біздің first order, яғни бір қабатты функция деп айтылып кетеді бұған. Бір қабатты функция деп айтылып кетеді. Біз бұны сақтайық. Енді мысалы жүргізіп көрейік. Жүргізу үшін бұл жерде мысалы тек қана 5 қос, мысалы 10 деп берсек. Сақтап жүргізген кезімізде бұл ешбір деген результат шығармағаны, нәтиже шығармағаны көресіз. Ал деген біз нәтиже шығару үшін return менен нәтиже шығаратын болатын кезімізде онда не істейтін едік? Бұның басына аяғына жақшы қойып, ондан кейін алдына болса print деген функцияны қолданады. Енді сақтап жүргізген кезімізде көргеніңіздей маған 15 деп шығарып тұр. Бұл біздің бір қабатты функциямыз. Ал бірнеше қабатты функцияларымыз қолданатын болса, онда біз бұл функцияны, яғни 5 қос деген функцияны басқа бір функцияның ішінде қолдануымыз керек болады. Оған біз деген баста def күрделі функция деп айтайық, күрделі деп жазайық. Бұл функциямыз баста деген бір сан қабылдасын. Мысалы, бұл санға біз деген a деп берейік. A деп берейік. Екінші болса, бір функция қабылдасын. Яғни, бір функцияны қабылдау үшін біз func деп қояйық қазір. Яғни, функцияның қысқартуына, functionның қысқартуына func деп қояйық. Енді бұны жалғастырайық. Бұны не істейміз? Қазір return бұл нені берсін бізге? Бұл функцияны қолданып, аны қолданып берсін. Яғни бұл жерде біз функцияны қолданатын боламыз. Енді бұл екеуінің айырмашылығы не? Немесе a, b дегеніміздің айырмашылығы не? Мұны бір функция. Бұл функцияға, яғни бір функцияның ішінде біз басқа бір функция беріп отырмыз. Бұл айым екі қабатты функция болып кетті. Яғни күрделі дегеніміз екі қабатты функция болып кетті. Bunu қолдану үшін мысалы күрделі, ondan кейін a-мызға мысалы 10 деп берейік. Функциямызға болса да тек қана 5 қос деп берейік. 5 қос деп береміз. Бұны сақтап жүргізейік. Көргеніңіздей бір нәрсе шықпады. Ал біз мысалы бұның артына жақшы қойып алдына print жазған кезімізде енді сақтап, бұнан кейін жүргізген кезімізде көргеніңіздей маған 15 шығарып тұр. Яғни мен күрделі функциясының ішінде 5 қос деген функцияны қолданып отырмын.
Bunun işini misалы 10 emas 50 dep de жазsaq bolar. 50 saxlap жүргізген кезімізде көргеніңіздей маған 55 шығарып тұр. Yani biz funksiyaların içinde başka bir funksiyalarda қолданған кезімізде бұларға күрделі funksiyalar немесе көп қабатты funksiyalar ағылшын тілінде болса higher order functions деп айтсаңыз, yani атасақ болады. Бүгінгі сабағымыз осылайша қысқа. Funksiyalar деген Python'da өте көп қолданылады, yani Python тілінде өте көп қолданылады. Соның үшін return және күрделі funksiyalar сізге Python tilinde programma жазған кезіңізде өте пайдалы болады деп ойлаймын. Келесі видеоларда көріскенше қош сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз бар болса төменге жазып қалдырыңыз.